Момын енесін дуа кешке теңгейін қақпас келін тәубесіне қалай түсті. Айжамал артына бұрылып қарап еді. Гүлшат енесі екен. Қолында бір түйіншек бар. Сол түйіншекті Айжамалдың басына лақтырмақшы. Егер түйіншек басына тисе, өледі екен. Сол үшін жанұшыра қашып келеді. Ай жарығы бозғылт сәуле болып терезеден төгіліп тұр. Үй үшін тыныштық билеген. Бірақ бұл тыныштықтың астарында бір түсініксіз діріл бардай. Айжамал жұмсақ төсегінде шалқасынан жатыр. Көрпенің шетінен екі алақанымен қысып ұстап, тырнақтары матаның ішіне сіңіп кеткен. Ауа қоюланып кеудесіне тас басқандай тынысы тарылып, ішкі дүниесін әлде бір көзге көрінбейтін салмақ жаншып бара жатты. Кенет бәрі өзгере қалды. Түн тылсым түс әлеміне айналды. Ол өзі шексіз дәлізде жүгіріп келе жатты. Еден дымқыл, сыз. Қабырғалар беймәлім дауыстарда сыбырлап тұрғандай. Қимылдауға тырысқан сайын, аяқтары батпаққа кіріп кеткендей, қозғалысы ауырлай түсті. Енесіне жеткізбеу үшін жүгіріп келе жатырмын деп ойлайды. Бірақ орнынан қозғала алатын емес. Тыпырлап жатыр. Қайын енесінің жүзін көрмесе де, сұп-суық болмысы арт жағынан мұз болып соғылып тұрды. Тірі адам емес, әлде бір тылсым елес сынды. Кенет оның ар жағынан әлде бір дауыс сыбырлады. Ал Айжамал ішінен түннің сырына бойлай алмай, жан дүниесімен тоңып кетті. Егер тоқтасам, мен оянбай қаламын. Бұл түс емес. Бұл ескерту. Сол сәтте аяқтары мүлде бағынудан қалды. Бойын діріл жайлады. Тіпті жүрек соғысы құлағында жаңғырып тұрғандай. Гүлшат апаның ащы үні жаңғыра шығып құлағын тесіп жібере жаздады. Тоқта деймін, Айжамал. Тоқта, дейді. Содан кейін айқайлап күлді. Айжамалдың жүрегі шымырлап, ішкі дүниесі күйреп жатқандай. Айқайлап жібергісі келді, бірақ тамағы құрғап, тілі байланып қалды. Даусы өз ішінде тұншығып, ешқайда шықпады. Жан даусымен өзіне белгісіз бір тылсымнан құтылуға тырысты. Бір қадам алға. Тағы бір. Сосын бәрі кенет жоғалды. Ол бір сәтте көзін ашты. Бөлмені ай сәулесі күміс түске бөлеп тұр. Тынысы үзіліп, өңешінен аш айқай шықты. Денесін суық тер басып, бұлшық еттері кернеуден дірілдеп кетті. Бойын қуалап ыстықпен суық кезек соғып жатты. Көрген түсін неге жорын білмей, жүрегі қатты соғып жатыр. Сол сәтте күйеуі Ерлан орнынан ұшып тұрып, оның иығынан ұстай алды. Не болды? Бүкіл денең қызып тұр ғой, деді. Айжамал әлі түспен өңнің арасынан толық шыға алмады. Қорқыныш кеудесін тырнап өңін алып кеткендей. Ерланның жанында жатқанын түсінсе де, әлі де өзін жалғыз сезінді. Күйеуінің алақаны шындыққа жалғасқан жалғыз арқандай. Соны сезінгенде ғана ішінен, бұл тек түс. Тек түс қана деп сыбырлады. Бірақ ол түс әлі де денесінде, терісінде, санасында еді. Қайта қалай ұйықтап қалғанын білмеді. Таң атып, жарық терезеден жайлап бөлмеге енгенде, ол көзін жұмып жатып оянды. Күннің сәулесі бетіне құйылып тұрғанымен денесі су. Самайына шыққан тер әлі құрғап үлгермеген. Басына шойын басқандай ауыр. Тамағы ашып сөйлерге зауқы жоқ. Түннің үрейі өрмекшінің торындай көзге көрінбейді, бірақ санасынан кетпейді. Ас үйде Ерлан қобалжып ыстық шайын демдеп бермекші. Бәрі дұрыс па, Айжамал? Деді ол. Айжамал жауап қатуға тырысты. Дауысы қарлыққан, әлсіз. Қимылы баяу. Орнынан әрең тұрып, орындыққа жеткенше тізесі дірілдеді. Құлап кетпесін деп арқасын ұстады. Иә, сәл ауырып тұрған сияқтымын, деді, ернін әрең жыбырлатып. Бірақ ішінен әлгі дауыс қайта жаңғыра берді. Айжамал, не болып жатыр? Сен өзіңе ұқсамай тұрсың, деді күйеуі. Айнадан өз бейнесіне көз қиығын салды.
Аянышты көзінің асты қарайып, бозарып кеткен өң бәрі де түнгі қорқыныштың ізі еді. Енесінің аш үні әлі де құлағында. Бұл жай ғана түс, деді Айжамал күбірлеп. Бірақ бұл сөз өзін жұбатуға жетпеді. Себебі бұл түстің шынайы болғанда еді. Ерлан қара шай салынған шыны бокалға ыстық суды құйып, үстіне бір қасық бал араластырып, оны келіншегіне әкеліп берді. Шай иісі буымен бірге үй ішіне жайылып, жылы бір тыныштық орнағандай болды. Айжамал көрпеге оранып, жастыққа сүйеніп отыр еді. Ерлан бокалды оның алдына қойып, «Ішіп ал, ем болып қалар», деді жұмсақ үнмен. Айжамал шайды ала бергенде бір сәт кідіріп қалды. Сұйықтықтың түсі бір түрлі еді. Қара шай емес, қан қызыл, қара қошқыл, анар түсті. Шайға үңіліп еді, тұңғиық бір дүние көз қадап тұрғандай. Ол бір сәтке таңырқап, Ерланға қарады. «Шайды қою етіп демдеп жіберіппін», деді Ерлан. Айжамал басын изеді. Шайдың бетінде майда көпіршіктер тербеліп тұр. Балдың жұпар иісі басым болса да, белгісіз бір иіс те бар еді. Ол кеудесіне тыныс бітіріп, ішін жылтатын секілді. Бір ұрттап ішті. Іші қызды, бірақ шай тамағынан өткен сәтте бойында әлде бір ауырлық сезілді. Қысқа ғана, бірақ анық. Ол шайдың дәмін айыра алмады, тәтті ме, ашы ма, түсініксіз. Бірақ қазір ол өзіне тыныштық керек екенін білді. Көп ойланып жатуға шамасы да жоқ. Бокалды үстелдің шетіне қойып, аяғын астына жиып, қайта төсегіне жатты. Ерлан үстіне жамылғысын жауып, маңдайынан сүйді де. «Жұмысқа кеттім. Телефоның жанында болсын. Кешке қоңырау шалам», деді. Айжамал үнсіз бас изеді. Есіктің жабылған дауысы алыстап, үй іші қайта тыныштыққа көмілді. Шайдың жылуы әлі ішін жылтып тұр, бірақ көкірегінің түбінде бір белгісіз сезім тырсылдап қоя берді. Ол көзін жұмып, терең тыныс алмақ болды. Бірақ дәл осы сәтте шайдың дәмі қайта сезілгендей. Тек енді ол балдың дәмі емес еді. Ерланы жұмысқа кеткен соң, Айжамал көрпеге қайта оранып, ұйықтап кетті. Қайта оянғанда күн жоғары көтеріліп қалған екен, жарық үй ішін алтын сәулеге бөлепті. Терезе сыртындағы қоңыр күздің салқын демі перденің астынан кіріп, бөлмені қимастықпен тербетіп тұр. Ас үйге кіргенде ол өзін сәл сергек, бірақ таңғы шайдағы ауыр ойлардың ізі әлі де санасында ілініп тұрғандай сезінді. Тамақ дайындап көңілін басқаға бұруды ойлады. Қазанға аз ғана май құйып, отқа қойды да ет турауға кірісті. Пышақтың тақтайға тық-тық тиген дыбысы үйге тіршілік иісін қайта келгендей. Бір сәттен соң тұз қоспақ болып, сөренің бұрышындағы кішкентай тұз салғышқа қолын созды. Ала бергенде қолы кілт тоқтап қалды. Тұз ыдыста толып тұр. Тіпті шайқалса төгіліп кетердей. Ауыр қақпағы да толық жабылмағандай. Айжамал қасын керіп, сәл шегініп барып, тұзды қайта орнына қойды. «Мен ешқашан мұны толық толтырмайтынмын», деді сыбырлай. Үнемі жартылай ғана салып қоятын, себебі көп тұз ылғал тартып қатып қалатын. Бұл оның өмірлік әдеті. Көңіліне күдік кірді. Шай салатын ыдысқа көз жүгіртті. Ондағы жағдайда оғаш еді. Кәдімгі жапырақ шайдың бетінде түйіршік шай араласып кетіпті. Екеуі мүлдем бөлек салынатын. Бірі күнделікті, бірі қонақ келгенде ғана ашылатын, иісі де, дәмі де бөлек шайлар. Мен бұларды араластырған жоқпын. Әлде Ерлан қосып салып қойды ма? Деді Айжамал іштей. Ол бір сәт ойланып қалды. Ерланы ас үйге өзі кіріп, шай мен тұз ыдыстарын орнынан қозғайтындай адам емес еді. Үйдің ішіндегі болмашы өзгерістер тұз, шай, иіс біреудің саусақ ізімен қозғалғандай. Тым елеусіз, бірақ тым анық. Сол сәтте Айжамал есіне алды. Өткен түні ішкен шайдың түсі де қан қызыл еді. Ол ақырын тұрып сөрені қайтадан қарады. Саусақтары шай ыдысының жиегін сипалап өтті.
Суық, бірақ тереңінен бір нәрсе аңғарылады, бұл күнделікті зат емес. Бұл белгі секілді. Ас үйдің тыныштығы енді жайлылық емес, күдікке тола бастағандай. Түстікке келген Ерлан үйге кіріп, аяқ киімін шешіп, дағдылы әдетпен ас үйге өтті. Айжамал күйеуінің үйге келгенін естісе де, орнынан тұрып қарсы алмады. Кеудесін кернеген бір сұрақ бар еді, ол ақыры тіл қатты. Ерлан, дедің жай ғана. Иә. Жақсы болып кеттің бе? Қызуың түсті ме? Деді күйеуі жылы дауыспен сырт киімін шешіп жатып. Жақсы, сен шай мен тұзды ыдысқа толтырып салдың ба? Ерлан таңырқап қалды. Ол бір сәт үнсіз тұрып, сосын жай ғана басын шайқады. Жоқ. Айжамал кеудесіне бір ауыр сезім тығылғанын сезді. Мойнын бұрып, оған тік қарады. Тұз бен шай ыдыстарында төгілейін деп толып тұр. Өзім түсінбеймін. Мен олай жасамаған сияқтымын. Ерлан жақындап келіп, оның иығына қолын қойды. Мүмкін шаршап жүрген шығарсың. Жұмысың көп қой. Бәріміз кейде ой үстінде бірдеңені байқамай жасап қоямыз ғой, деді. Айжамалдың кейінгі күндері де бойын біртүрлі әлсіздік билей бастады. Қанша ұйықтаса да демала алмайтын. Қанша тамақ ішсе де бойына қуат кірмейтін. Тамағынан бір түйін кетпей қойғандай, көкірегі күнде қысылады. Күнде кешке қарай денесі қалтырап, ыстығы көтеріледі. Бірнеше минуттық меңзең күйден кейін терге малшынып, иесін әрең жияды. Бірақ бәрінен жаманы түс көруі еді. Әр түн сайын сол бір қараңғы дәліз. Сол жамылған бейне. Қара көйлекті әйел. Енесіне ұқсайды. Қолында бір ыдыс, дәл Айжамалдың шай салғышына ұқсас. Әйел әр түн сайын Айжамалға жақындай түседі. Ал Айжамал орнынан тұра алмайды. Қимылдай алмайды. Айқайлауға да күші жоқ. Бір күні түсінде әлгі әйел тұз себілген тағамды Айжамалдың алдына қойды. Қасында тұрған кішкене қыз күліп, «Анашым, ішіп қой, бұл тағам бізден», деді. Бірақ дауыс таныс емес. Кішкентай қыздың тәтті дауысы. «Анашым» дейді. Осы «анашым» деген бір ғана сөзді естуге зар болып жүр ғой. Айжамал үшін бұл сөз жанының ең нәзік тұсында жара боп тұрған үміт пен сағыныштың дауысы еді. Бұл үн жүрегіне жай түскендей әсер етті. Дүниесі тоқтап қалғандай, у-шуы басылып, айнала үнсіздікке тұншығып кеткендей болды. Әлем бір сәтке тыныс алуды доғарды. Ояна сала көкірегін кернеп тұрған бір мұң тұншықтырды. Қайран көңілдің үміт пен күйзеліс арасында шарқ ұрып жүргені бұл жолы шекке жеткендей еді. Жастығы жасқа шыланып, иығы солқылдап, үнсіз жылап жатты. Айжамал мен күйеуі қаншама жылдан бері ем-дом қабылдап, дәрігерден дәрігерге жүгіріп жүр. Бірақ әр айдың соңында үміт қайтадан сөнеді. Тағы да үміт, тағы да бос қайғы. Бірақ дәл осы түс. Сол «анашым» деген сөз жүректің ең түбінде тұншыққан үмітке қайта от жаққандай болды. Сірә жаратқан бір күні сол сөзді шынайы еститін күн туар деген белгі беріп тұрғандай ма, кім білсін. Таңертең Ерлан оянып, әйелінің түрінен шошып кетті. Көзінің асты көгерген, өңі бозарып кеткен. Қолы дірілдеп, сөйлерге шамасы жоқ. «Айжамал, сен ауырып жүрсің. Бүгін ауруханаға барайық, жарай ма?» деді. Бірақ Айжамал әлсіз басын шайқады. Ерлан көзін аударып әкетті де, тамағын жөткірінді. «Әлдене айтпақшы». «Не болды?» деді Айжамал. Ерлан сәл кідіріп, даусын жай ғана шығарды. «Анашым келемін деп жатыр. Ауырып қалғаныңды айттым. Емдеймін, көмектесейін деп отыр». Айжамалдың қабағы бірден кіржиіп кетті. Көзі шатынап, жүдеу жүзінен ашудың ыстығы атқылады. Неменеге келе береді ол? Өткенде ғана келіп кеткен жоқ па? Маған не істеп көмектеспекші? деді. Ерлан сасып қалды, жұбатар бірдеңе айтқысы келді. Бірақ Айжамал сөзін ұстады.
Менің оны күтіп алып, шайын құйып беретін халім жоқ. Денем қалтырап, басым айналып әрең жүрмін. Әлде менің осы бейшара халімді көріп, сынап мінеу үшін келмекші ме? Келгенде не көмек береді дейсің маған деп дір-дір етті. Ерлан ауыр күрсінді. Бірақ анасына келме деп айта алмады. Кешке жақын есік қоңырауы сылдыр етті. Үйге сыртқы суық ауа кіріп, артынан Гүлшат апаның адыраспан иісі сіңген пальтосымен байсалдаурасы енді. Төрге қарай аяғын ақырын басып, көз қиығымен бөлмені шолып шықты. Табалдырықтан аттай бере-ақ Айжамалдың көңіл күйін сезді. Келіннің қабағы кіржиіп, түрі суық. Шықпаған жанжалдың лебі бетінде. «Қалайсыз?» деді Айжамал еріннің ұшымен ғана. Гүлшат апа үнсіз бас изеді. «Ауырып жатырмын», деді Айжамал бірден, үнін сәл көтеріңкі шығарып. Сол сөзден кейін бір сәтке де бөгелмей, теріс бұрылып, өз бөлмесіне кіріп кетті. Есікті жартылай жауып, ар жағында үнсіз жата берді. Гүлшат апа бәрін түсінді. Бұл жай ғана ауру емес. Бұл бәлкім нәтиже болар. Ас үйге өтті. Үндемей, қайнап тұрған шайнектен ыстық су құйып, бір кесе шайды өзі ішіп алды. Тостағанның ішінен әлденеге үңілгендей, шай бетінде қалқып жүрген жапырақтарға ұзақ қарап отырды. Содан соң ақырын сөмкесін ашып, кішкентай матаға түйілген бір уыс адыраспанды алып шықты. «Мына үйдің аурасы ауыр», деді сыбырмен өз-өзіне. Оттықты алып адыраспан түйінін тұтатты. Ашы, шөпті иіс бірден бөлмені алып кетті. Ол алақанымен адыраспанды желпіген сайын, түтін бұрқырап, төбедегі жарыққа қарай көтеріле берді. Дәл сол сәтте, ішкі бөлмеден шыққан Айжамалдың әлсіз жөтелі, адыраспан иісін жарып шыққандай, ауада жаңғырып кетті. Ас үйде адыраспан түтіні баяу үйіп, ауада қалықтап тұрды. Оның иісі ашы, көне, терең. Күл түсті перде сияқты көзге көрінбейтін, бірақ әр есікті, әр мүлікті шымырлап айнала бастаған. Гүлшат апа түтінді алақанына желпіген сайын бір тылсыммен сыбырлап отырды. Тынысы баяу, сөзі анық. Әр дыбыстан соң бөлменің ауасы жеңілдей түскендей. Дәл осы сәтте ас бөлменің есігі сарт ашылып, Айжамал ішке атып кірді. Бет жүзі қызарып кеткен, көзіне шоқ тұтанғандай, әлгінде ғана екі бүктетіліп әрең қозғалған адам енді ұйқысынан оянған жыртқыш жануар секілді ашулы еді. «Неменені өртеп жатырсыз?» деп шаңқ етті ол. Даусы ащы шықты. Гүлшат апа селт етіп түтінге оранған бөлмеден келініне қарады. Айжамал болса ашу үстінде ештеңені аңғармай, терезелерді бірінен соң бірін айқара аша бастады. «Не керегі бар осының? Бұл ауыл емес қой. Қалада кім аластап адыраспан тұтатады? Осындай әдетіңізді өз үйіңізде жасасаңыз жетпей ме?» деп сөйлеп жүр. Салқын ауа бөлмеге енді, бірақ адыраспан иісі әлі басылар емес. Айжамал қолымен ауаны желпіді. Иісі де жаман. Көршілер өрт шығып жатыр деп ойлап, өрт сөндіруші шақырып жүрмесін. Гүлшат апа үнсіз еді. Бірақ көзінде бір салқын ой тұрды. Ол адыраспан шоғын табаққа басып түтінді тоқтатып, бір сәтке ғана терезеден сыртқа көз тастады. Сосын жай ғана тіл қатты. «Көршілер емес, сенің ішіңдегі от мазасызданып жатыр». Айжамал адыраспан соны оятты. Айжамал сөздің ар жағындағы мағынаны бірден ұққан жоқ. Бірақ жүрегі дүрсілдеп, әлде бір түсініксіз үрей көкірегін қыса бастады. Әлгі түтін шынымен де жай түтін емес еді. Ол оны бөлмесінен сүйреп шығарғандай болды. Сол сәтте ғана Айжамал сезді, бойындағы әлсіздік пен ыстық, мазасыз түспен жан тыныштығының жоғалуы, бәрі де әлде бір көзге көрінбейтін нәрсемен байланысты екен. Бірақ ол бұған сенгісі келмеді. Өзі сенсе, бәрі шын болатындай. «Құдай-ау, сіздерге бәрі рух, бәрі жын, бәрі белгі. Мен ауырып жатырмын. Осындай әдетіңізді қашан қоясыз?» деді. Гүлшат апа үндемеді.
Терең салмақты үнсіздігімен ғана жауап берді. Ол бұған дейін де талай жанның жанындағы қараңғылықпен бетпе-бет келген. Бұл соның бірі еді. Тек Айжамал әзірге мойындаудан қашып жүр. Айқай мен ашы сөздерден соң бөлме ішін салқын тыныштық басып алды. Айжама ашуға булығып қайта төсегіне барып жатып қалды. Бірақ кеудесіндегі діріл мен көкейінде шымырлап қалған бір сезім тынығуға мүмкіндік бермеді. Терезеден кірген жел пердені әлсін-әлсін қозғалтса да, бөлмедегі ауа ауыр еді. Сол баяғы адыраспанның иісі. Бірақ енді оған күдік пен үрейдің лебі араласқандай. Қабырғаның ар жағында ас үйде Гүлшат апа жалғыз еді. Оның аяғына киген сүйретпені сүйреп, ары-бері жүруі, шәйнектің жай қайнауы бәрі Айжамалдың құлағына жетіп тұр. Кенет тық-тық еткен әлсіз дыбыс естілді, біреудің телефон теріп отырғаны секілді. Артынша аса жұмсақ, бірақ анық естілетін дауыс шықты. Сыбырмен сөйлеп тұр. Ауырып қалыпты. Иә. Дәл солай. Келдім деді таныс, бірақ беймаза үнмен Гүлшат. Айжамал елең ете қалды. Демін ішіне тартып, үнсіз тыңдай берді. Құлағын қабырғаға тосты. Қаланың жұқа қабырғасы құпияның дұшпаны еді. Шай ма? Ішкем ғой. Тұзды да пайдаланған болу керек. Қазір көрейін, иә. Уақыт керек пе? Түсіндім. Білмеу керек пе? Жарайды деп отыр. Айжамалдың жүрегі дүрсілдеп кетті. Не туралы айтып отыр? Бұл кіммен сөйлесіп отыр өзі деп тыңдауын жалғастырды. Мен бүгін осында қонамын. Ертең қайтамын. Нәтижесін көреміз. Сосын барып, жаңалап оқытып аламын дейді. Сөздердің әр үзігі, әр кідірісі Айжамалдың бойына ине болып қадала берді. Енді ол тек күдіктеніп емес, жаны шымырлатқан қорқынышпен тыңдап жатты. Көздері алайып кеткен. Денесіне суық тер жүгіріп шықты. Бір көйлегін дейсің бе? Көйлегін алып кету қалай болады екен? Жақсы. Әрекет етемін. Білдірмеуім керек қой, иә. Деп отыр енесі. Соңғы сөз Айжамалға оқ болып қадалды. Ол бір сәт төсекте қатып қалғандай жатты. Демі тарылып, көкірегі сығыла түсті. Не болып жатыр? Мен туралы айтып отыр ма? Әлде бір оқытып аламын деді ме? Көйлегімді деген сауалдар мидың ішінде өрт болып жанып жатты. Айжамал көзімен төбедегі шамға қадала берді. Құлағына әлгі үн қайта-қайта жаңғырып келіп тұрды. Білмеу керек қой, иә. Оның ішінде әлдене сескенді. Бұл сырқаты жай дерт емес екен. Шай мен тұздың әсері. Өткенде келгенде тұз бен шайды араластырып кеткен ғой. Неге? Айжамал төсегінде қозғала алмай демін ішіне тартып жатты. Бірақ енді бұл әлсіздіктен емес, ішін кернеп бара жатқан шоққа айналған ашудан еді. Енесінің сыбыр сөздері, көйлегін әкету, оқытып аламын деген суық тіркестер бәрі де жанын жегідей жеп, бойындағы барлық сезімді үйтіп тастады. Ол енесін жақсы біледі. Тәуіп, балгер, бақсы дегендерге өте құмар. Қит етсе ақ көйлегін киіп алып, әулие де аралап кететінде әдеті бар. Оның бойындағы түсініксіз тылсым тыныштық, шөптің иісімен сіңген киімі, әлсін-әлсін сыбырлап сөйлейтіні. Бәрі де жай ананың қасиетіне. Бірақ дәл осындай шектен шығу Айжамал үшін бұл шекара еді. Және ол шекара дәл сол сәтте бұзылды. Ол төсектен атып тұрды. Шашы дудырап, көзі алайып кеткен. Қабырға ар жағындағы ас үйге қарай ашулы адымдап барып, бар даусымен айқай салды. Осы сіздікі не әдет деді ашуы ызаға ұласқан үнмен. Гүлшат апа сасып қалды. Қолындағы телефонын асығы сөндіріп, артқа бұрылып үлгерді. Бірақ кеш еді. Айжамал енді үнін көтеріп, іркіліссіз төгіп жатты. Менің үйіме келіп, тұзыма, шайыма араласып, енді көйлегімді әкетіп не істемексіз?
Оқытып, дуалап жүргеніңізді білемін. Бәрін естіп жатырмын. Әдейі тыңдадым, енді жасыра алмайсыз. Мені дуалап не сетеңсіз? Не жамандық көрдіңіз менен? Деп бажылдады. Даусы үйдің әр бұрышына жаңғырып, қабырға мен төбені жаңғырықтырды. Оның кеудесін кернеген ашу мен қорқыныш шынайы айғайға айналып шықты. Мұнымыз сұмдық қой. Сіз ана емессіз, бақсы балгермен ауышаласқан, күнәға батқан қара ниетті кемпірсіз. Кетіңіз. Үйден кетіңіз. Ерланға бәрін айтамын. Біздің отбасымызды дуалап жүргеніңізді, шайға не қосқаныңызды, мені әлсіретіп жүргеніңізді, бәрін. Деді. Айжамалдың қолы дірілдеп, ерні қалтырап тұрды. Даусының зәрімен көзіндегі оттан бір кезде инабатты болып көрінетін келін бейнесі түгел жоғалып кеткен. Қазір ол өз үйін, өз денесін, өз еркіндігін қорғап тұрған күрескер әйелге айналған. Гүлшат апа орнынан қозғалған жоқ. Тек үнсіз тұр. Бірақ оның көзіне әлсіздік емес, бір өзгеше мұң ұялағандай. Жауап қайтаруға асықпады. Бұл үнсіздік мойындау да емес, ақталу да емес. Бұл бір шешілмей келе жатқан құпияның қақпағының сәл ашылған сәті еді. Жұмыстан келген Ерлан үй ішіндегі ауа тым ауыр екенін бірден сезді. Қаракөлеңке ас үй, ашық терезеден кірген желдің салқыны, қабырғаға сүйеніп үнсіз отырған анасы мен бөлмесінен шықпай бүк түсіп жатқан Айжамал, бәрі бір жайсыз. Сенің анаң мені дуалап жүр, деді Айжамал бірден бұл бөлмеге кіріп киімін ауысмақ болғанда. Ерлан тіпті көзін жыпылықтатуды ұмытып қалғандай. Бір сәт ол ештеңе түсінбей қарап тұрды. Сосын күліп жібергісі келгендей қабағын көтерді. Не дейсің? Естідім, бүгін бәрін естідім. Телефонмен әлдекімге айтып отырды. Шайды ішкен, тұзды қолданған, көйлегін әкетемін, оқытып аламын деп тұр. Бәрін естідім. Біздің балалы бола алмай жүруіміздің де себебі сол шығар. Анаң үнемі оқытады екен бізді. Екеумізді ажыратқысы келетін шығар, деді Айжамал түкірігі шашырай. Ерлан енді шын мәнінде абдырап қалды. Көз жанарын шешесіне, сосын Айжамалға кезекпен бұрды. Анашым, келінің не айтып тұр? Мен түсінбедім. Не болып жатыр? Деді. Гүлшат апа демін ішке тартып сәл кідірді. Көзін төмен түсіріп. Балам, мен тек көмектескім келді. Адамның бойына кейде көз тисе, сөз тисе, әлгілет. Мен тек өзімше қорғағым келді. Қорғау ма? Деп жұлып алғандай болды Айжамал. Көйлек әкетіп біреулерге оқытып аламын дегеніңіз қорғау ма? Шай мен тұзға қол сұғуыңыз қамқорлық па? Мен бұлай қорғанғым келмейді. Гүлшаттың жүзіне көлеңке түсті. Ерлан әлі үнсіз. Ол екі оттың арасында тұрған адам. Бірі анасы, бірі әйелі. Бірі өзін өсірген, бірі жан жары. Шешеңнің сенетін жолы сол шығар, деді Айжамал енді даусын сәл бәсеңдетіп. Бірақ мен оған сенбеймін. Ең сорақсы менің рұқсатымсыз, менің жан дүниеме араласқаны. Бөлмеге ауыр тыныштық тағы да оралды. Бұл жолы ешкім бұзуға батылы жетпей тұрды. Айжамал қабырғаға сүйеніп тұрып, ақырын ғана сыбырлап айтты. Мен ауру емеспін, мен әлсіз емеспін. Көз, сөз, бойдағы зиян дегендерге сенбеймін, деді. Гүлшат апа кетуге жинала бастады. Сыртқы есіктің алдында сәл аялдады да. Айжамал, деді баяу, бірақ салмақты үнмен. Келінім, мен де сені жек көріп келген жоқпын. Сен менің баламның таңдаусың. Бірақ мен сен туралы бір нәрсе білдім. Айжамал үнсіз тұра берді. Ерлан да қозғалған жоқ. Екеуіне де бұл сөздер аяқталмаған әңгіменің басы секілді естілді. Мен сенің бойында зиян бар екенін білдім. Бұны бір көріпкел айтты. Жай көз, жай сөз емес. Оны тазаламаса, дене әлсірейді, рух жүдейді, деді. Сол үшін шай мен тұзды оқытып алдым.
сүрелер мен аяттармен. Оның ешқандай зияны жоқ. Жай ғана тазаратын едіңдер. Сенің қазір ауырып беймаза күй кешіп жатқаның бойың зияндардан тазарып жатыр. Жаңарып жатсың, деді. Айжамалдың денесі тітіркеніп кетті. Бірақ бұл жолы айқайламады. Гүлшат апа сөзін жалғастырды. Сен неге балалы болмай жүр деп ойлайсың? Дәрігерден дәрігерге барып бәрі жақсы деп қайттыңдар. Бірақ еш нәтиже жоқ. Себебі бұл пешенедегі жазу емес, бойдағы зиянның кесірі. Сол зиянды кетіргім келген еді, жолдарыңды тазартқым келген еді. Мен немере сүйгім келеді. Сендердің сәби иіскеп атана болғандарыңды қалаймын. Мен ештеңе бүлдіргім келген жоқ. Қайта сендердің бақтарың ашылса екен дедім. Егер сенбесеңдер тұз бен шайды төгіп тастаңдар. Бірақ менікі жаман ой емес еді, деді. Гүлшат апа бұл сөзді соңғы рет айтып тұрғандай сыбырлады. Артқа бұрылды да есікке беттеді. Кетіп бара жатып тек бір ауыз сөз тастады. Ары қарай не істейтінін өздерің біліңдер. Ал мен енді араласпаймын, деді. Сыртқы есік жабылған соң Айжамал жұлқынып жүріп шай мен тұзды төгіп тастады. Енесі кеткен соң ішіндегі қордаланған ашу бұрқ етіп жарып шықты. Жан-жақтағы құрбыларымен төркін жұртына бар шындықты жайып салды. Жоқ, жай ғана айтып қойған жоқ, әр сөзін ашы шектей созып, әр оқиғаны қорқынышты фильмдей жеткізді. Енесін әбден жамандап алған соң бір жеңілдеп алғандай болды. Күйеуі Ерланға да: ауылға енді аттап баспаймын. Ана керек болса, өзің барып араласа бер. Менің үйімнің табалдырығын аттамайтын болсын анаң. Көргім келмейді осы сенің туыстарыңды. Солар келсек бір бәлеге ұшыраймыз деп бұрқылдап алды. Уақыт өтіп жатты. Бір күні түскі таман ас үйде тамақ әзірлеп жүрген. Қазанға қыздырған майды құйып ет салмақ болған еді. Кенеттен ашы иіс тұмсығына бір-ақ ұрып, жүрегі лоқси жөнелді. Жүрегі айнып дереу терезені ашуға ұмтылды. Желкесінен суық тер бұрқ ете қалды. Бұл не болды өзі? Деді ішінен абдырап. Басында мән бермеді. Бірақ 2-3 күннің ішінде сол жағдай тағы қайталанды. Таңертең шай ішпек боп, жұмыртқа қуырмақ болды. Тағы да көңілі айнып лоқсыды. Құдай-ау, асқазаныма бірдеңе болған шығар деп күбірледі. Ақыры, жанын қоярға жер таппай, емханаға барып тексерілді. Дәрігерінің көзі күлімдеп, үнсіз қағазға бірдеңе түртіп отырды. Сәлден соң баяу ғана қарап: құттықтаймын, Айжамал жүктісіз, деді. Әуелде құлағына сенбей қалды. Қалай? Шынымен бе? Деді Айжамал көздері бақирайып. Жүрегі дүрсілдеп, көз алды тұманданып кетті. Жүзіне жылу жайылып, кеудесіне қуанышпен бірге сенімсіздік араласып толқып кетті. Ол сыртқа шыққанда күн ерекше жылы күліп тұрғандай көрінді. Аспан мүлде бұрынғыдай емес, биіктеп кеткендей. Айналадағы әр тал, әр дауыс бәрі өзгеше естіліп, дәл сол сәтте өмір жаңадан басталғандай сезілді. Сол түсіндегі үн анашым деген сөз бекер естілмеген екен ғой деп сыбырлады ол. Айжамал телефонды қолына алған бойда жүрегі дүрсілдеп бір сәт кідіріп қалды. Қуаныш пен қобалжу, сенім мен қорқыныш аралас сезімдер бойын билеп, саусақтары дірілдеп тұрды. Терең тыныс алып, Ерланға қоңырау шалды. Біз балалы боламыз, деді сыбырлай сөйлеп, дауысы дірілдеп шықты. Телефонның арғы жағында үнсіздік орнады. Сосын Ерланның тұншыға шыққан дауысы естілді. Шынымен бе? Айжамал: рас па, деді. Иә, бүгін дәрігерге барғам. Шын екен. Осы сөзді естіген Ерлан жұмыс үстелінен атып тұрып, тіпті бастығына да бір ауыз сөз айтпастан сыртқа ұмтылды. Жол бойы көлікке отырып, қала ішінде жарыспай-ақ, бірақ жүрегі алға қарай жүгіріп тұрғандай асығып жетті. Есікті ашқанда Айжамалдың көзі жасаурап, әлсіз жымиып тұрғанын көріп, ол бір сәтке тоқтап қалды.
Сосын екеуі үнсіз құшақтасты. Сол құшақта бүкіл жылдар бойғы күрес, үміт, уайым бәрі бір сәтте тарқап кеткендей болды. Құдайымыз жар болды, жаным, деді Ерлан ақырын ғана. Кешке екеуі қала шетіндегі шағын, бірақ жылы атмосфералы дәмханаға барды. Бұрын ондай жерлерге бірге жиі бармайтын. Бірақ бұл күн ерекше еді. Бұл күн олардың арманы шындыққа айналған күн. Екеуі қарсы-қарсы отырып асыға шай мен тәттіге тапсырыс берді. Кәдімгі торттың дәмі де сол кеште өзгеше болып көрінді. Ерлан Айжамалдың алақанын ұстап отырып, бұйырса келесі жолы осында үшеуміз келеміз, деді күліп. Айжамал үнсіз басын изеді. Көңілі алабұртқан күйде, жүрегі махаббат пен үмітке толы. Таңдаған тәтті шайлардың дәмінен емес, жүректеріндегі тәттіліктен жымиып отырды екеуі. Сол күні Айжамал тағы да түс көрді. Бірақ бұл жолы мүлдем бөлек еді. Бұрынғыдай емес. Енесі Гүлшат қолына түйіншек ұстап алып, артынан қуалап жүрген жоқ. Ешқандай үрей де, ашу да жоқ. Жай ғана аласа үстелдің ар жағында күлімсіреп қарап отыр екен. Жүзі жылы, көзі мейірімді. Қолында шайнек. Баяу қимылмен кесеге шай құйып отыр. Шай ішесің бе, қызым? Дейді бұл жаққа қарап. Сөйтті де Айжамалға жайлап кесесін ұсынды. Кесенің іші толы шай, буы бұрқырап, тәтті иіс шығып тұр. Айжамал бір сәтке кідіріп барып кесені ала бергенде, түн ортасында оянып кетті. Жүрегі тарсылдап соғып жатыр. Төсекке арқасын сүйеп отырып қалды. Бөлме қараңғы, бірақ ішінде жарық жанып тұрғандай күй кешті. Бұл түс өзгеше еді. Бұл татуласудың, кешірімнің, іштей босап жеңілдеудің белгісі тәрізді. Айжамал бұл түстің жай ғана бейсананың ойыны емес екенін анық сезді. Бұл жай көрініс емес, аян еді. Жүрегіне тыныштық ұялаған. Кешегі көрген күлкісі жылы, жүзі нұрлы Гүлшат ана, бір кездер ішінде тұнып тұрған реніштің, кек пен өкпенің тарай бастағанын білдіргендей. Осы бір түс көп нәрсенің жауабын үнсіз ғана жеткізіп бергендей болды. Қаралы көлеңке ғайып болып, жүректегі мұз ери бастады. Мейірімге орын босаса, ескі жараның өзі де ақырын жазыла бастайтыны рас екен. Таң ата көзін ашқанда, жарық бөлме ерекше жылы нұрға бөленіп тұрғандай көрінді. Айжамал үнсіз біраз отырды. Сосын жаймен Ерланның иығына қолын қойып оятты. Мен бір шешімге келдім, деді ақырын. Ерлан таңдана қарады. Не болды? Ауылға барайықшы. Апама сый-сияпат апарып, өз қолымен шай дайындап бергім келеді, деді. Ерлан біраз үнсіз қалды. Оның жүзінде таңданыс пен ризашылық араласқан сезім ойнап тұрды. Айжамалдың бұл сөзі екеуінің арасында бұрын айтылмай жүрген. Бірақ екеуіне де ауыр салмақ түсіріп келген орнын. Шын айтасың ба? Деді ол жай ғана. Айжамал басын изеді. Көзінде нық сенім бар. Бұл мойындау емес, бұл өсу. Бұл реніштің орнын рахыммен алмастыру. Бұл ана болуға дайын әйелдің жүрегін тазартқан кешірім еді. Сол күннен бастап Айжамал үшін бәрі өзгерді. Енесінің ниеті түзу екеніне көз жеткізіп, алғысын айту үшін ауылға жеткенше асықты. Айжамалдың жүкті болуы енесінің тұз бен шайды оқытып бергеннің әсері ме екен, жоқ әлде жай ғана сәйкестік пе? Сіз қалай ойлайсыз, тыңдарман? Лайк басып пікір жаза кетіңіздер. Бірер күннен соң каналға қызықты хикая шығады.